жазушысы, драматург, ол жан жаза деген кітабын жазған. Бұл кітапта маған ұнайтыны бүкіл әлемдік тарих туралы жазылады. Таис Афинская, император, Шыңғыс хан, Клеопатра дегендер сияқты. Ол өте қызықты кітап. Есіне түсіре алмай қойды. Түк есіне түсіре алмады. Миын езген бір қысым олардан бәріне де мойындай жұдырықтай болып бір бәле туралы ойлануға мәжбүрлеп жатқан, өзін өзі қинауға салған. Құдай атқыр, осы жұдырықтай ми деген болмыс өзіндікі ме? Жоқ. Бүгін түнде оны біреу кесіп әкеліп желкесінен жапсыра салды ма? Осы ой көкірегін сызып өткенде жансыз қолдармен басын ұстайды да өзіне өзі сенбей айнаның алдына келеді.